Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Бүгінгі мендегі тақырып ауыл жағдайында тұрған каланхоя гүліне арналма. Сіздерге осы алдымыздағы айда ноябрьде сіздерге түсіріп видеосын көрсеткен болатынмын. Жағдайының бәрін тиду көрсеттім басынан аяғына дейін. Гүлдеп тұрған каланхоя гүлін, мынандай солып қалған гүлдерін қайтеміз, қалай жасаймыз, және де жаңа гүл шығарып келе жатса, осындай жаңа қараңыздар. Онда гүлдің күтімін қалай жасаймыз, ары қарай қалай болады деген кісілерге қазір толықтай тақырыпты ашып сіздерге видео жасап отырмын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып, осы гүл сіздерге қызықты болса, ары қарай ақпаратты соңына дейін тыңдаңыздар. Себебі пайдалы ақпараттар айтамын. Негізі каланхоя брудсфельда қараңыздар. Осындай сортты түрі, гүлдері, жапырақтары майдаланып бастап жатыр. Ол дегеніміз ең бірінші мынау құмырасының үлкендігі. Енді ауыл жағдайында не үшін мен бұндай үлкен құмыралар таңдадым? Не үшін сіздерге тар деп айтып жүремін да, өзімнің үйімде тар қылып жасап жатырмын да, бұл ауыл жағдайында осындай кең қылып жасап жатырмын. Егер сіздер де ауыл жағдайында осындай жағдаймен, да, мысалы, уже дует етіп тұр, терезе қатты пластикі емес, осындай кішкене ауа кіреді. Условиясы керемет жақсы емес десеңіздер, онда осындай үлкен құмыраға отырғызыңыздар. Біріншіден, екіншіден, ол мына жақтан сквозняк ұрған кезде, мына жақ жылы болып тұрады, комнатный температура. Сол үшін де бұл өзінің адаптациясын жасап, жаңадан гүл шығарып жатыр. Ал енді екіншіден, мына сквозняк соққан кезде, мына тар құмыраға отырғызатын болсақ, топырақ естественно аз болады ғой. Сол кезде топырағы тез тоңып, тамырларының шіруіне, не болмаса развивать етіп өспеуіне алып келеді. Ал енді көп топыраққа, ұлғайған топыраққа отырғызатын болсаңыздар, бұл тем более ауылдың көң қосылған, тыңайтылған топырағы болғаннан кейін өліп қалмайды деген мен 100% үмітпен осыны отырғыздым. 1500 теңгеге алған. Мен гүл сатамын, білесіздер, гүл сататын жеке WhatsApp номерге шықсаңыздар болады, қандай гүлдер бар, қалай заказ берсем болады, қай қалаға ақпараттарды, WhatsApp номерін сіздерге қалдырып кетем. Енді қараңыздар, көп топырақ, осылай көп топырақ болған кезде, мына жерде қолыңызды мына гүлдің мына жаққа дейін жетіп тұратындай, мына жерде 6-7 сантиметр бар. Соның 1-2 слой ғана сквозняктан, сыртынан ұрған суықтан суық тиіп үлгереді, топырағына ары қарай тамыры тұрған жерге жетпейді. Яғни қыста осылай ауыл жағдайында біз гүлді осылайнан күте аламыз. Құрметті көрермендер, құрметті менің каналымның тіркелушілері, жаңадан келген көрермендерге айтарым, үзбей керек гүлдеріңізді каналымнан көріп жасасаңыздар, менің жасап жатқан методтарымды, жасап жатқан барлық гүлдіге қолданатын дүниелерінің барлығы жасайды, және нәтиже көріп жатқан кісілер кері байланысқа уже жағдаймен шығып жатыр. Енді ең бірінші айтылатын жағдай, егер каланхоя гүліңіз бұрын сізге үйіңізге гүлдеп келді, күнді өте керемет алып тұр, мына терезеден күн күшті түседі, бұл шығыс жақта терезеде тұр. Мына жақта қараңыздар, мынандай гүл бар. Бұл ескі гүлдеп, гүлін уже тастауға жақын. Осындай гүлдер бар, және ол гүлдің түбінен мынандай жапырақтар шығып келатыр, бірақ сорты басқалай. Бұл гүлдерді қайтеміз, қию керек па, жоқ па деген кезде гүлдеп болғаннан кейін міндетті түрде осындай предметті алып, өздеріңіздің қиып жүрген қайшы не пышақ, осының мына түбі болады. Мына жерде жапырағы бар, міне мынау жапырақ. Осы жапыраққа қатты зақым келтірмейтіндей, міне осылайнан аласыздар да, қиып тастайсыздар. Бұл гүл, ескі гүл не үшін қиылады? Қиылу себебі, мына жердегі жапырақтар міне солыңқы болып тұр ғой, асты да қатты тиіп солыңқы болып тұр, топыраққа тиген соң. Осы гүлдеріне күш жұмсап, ары қарай сортын сақтап, үлкен қылып, өсіп кету үшін, және мына ескі тұрған гүлге де энергиясын бұл гүл өзінің жұмсамас үшін барлық гүлдерін алып осылай қысқартып шығасыздар. Міне түбіне какой-то миллиметр жеткізбей, қазір қиғаннан кейін көрсетем сіздерге. Қандайда 1-2 миллиметр жеткізбей, страдать еткізбей, сосын мына екі жапырақтап тұр ғой, мына екі жапырақ астында осындай таяқшасы тұр. Бұл негізі бұрын гүлдеген, гүлі мына жерден түсіп қалған. Бұл жапырақ арғай жапырақ болмайды. Бұл тек гүлдің астынан, оформленный гүл болады ғой, сәнделген гүлдің, соның астынан шығып тұратын жапырақ сияқты ғана қызмет атқарады. Сол үшін бұны да жеткізбей қиясыздар. Міне
1-2 миллиметр жеткізбей қиясыздар. Бұны жасау керек. Гүлінің қию процедурасын жасау керек. Міне, енді осы жерде қидыңыз, осыған мына жердегі таяқшасынан күш жұмсамайды уже гүлге. Енді тек күшін мына жерге жұмсайды. Мына жапыраққа, астындағы жапыраққа сөйтіп гүлдеріңіз жасарады. Ескі гүлден тазартылған каланхоя гүлі жасарып, алдында келген кезде біразын қиып кеткен болатын. Қазір сол гүлдеп тұрған гүліне тиіспей кеткен, мыналар гүлдеп тұр ғой, осы сияқты болған, бұларда тиіспей кеткенмін әдейі. Келесі жолы келген кезде уже қидым, қиған жаңа гүліне энергиясын жұмсады да, ескісін солдыртып жатыр. Ескісінің барлығын қазір тазартып қиямыз да, одан кейінгі жағдайын сіздерге көрсетемін. Гүлін тазарттық, гүл қалай жасарып қалған қараңыздар. Ескі гүлі болған кезде гүл картайып тұрады. Именно каланхоя гүлі солай, ал оны ескіден тазартқан кезде жасарады. Өте керемет қалыпқа енеді. Уайымдамаңыздар, ол гүлдің сізге де, бұл гүлге де қажеті жоқ. Енді мына соңында мынандай ұзын бір гүл шығып тұр. Соны қалай киямыз? Егер осындай ұзын стволы бар гүлдеріңіз болса, ол кезде қараңыздар, ол кезде мына стволына тигізіп алмай, ешқандай зиянын тигізбей, осылай түбіне 1 сантиметр жеткізбей, осылайнан қиясыз ұзын қылып. Міне, осылай ұзыннан қиып түсесіздер. Ал егер мынандай жапыраққа жабысып тұрған болса, міне осылайнан жапыраққа жабысып тұрған болса, онда осы жерден қиясыздар, міне. Осы бар ағайын сіздерге көрсетейін дегенім, міне қараңыздар, каланхоя қазір декабрь, желтоқсан айы, менің каланхоя гүлім гүлдеуін тоқтатып жатқан жоқ. Ешқандай удобрение, витамин бермеймін, білесіздер, магазиннен сатып алып, химикат витамин бермеймін. Одан кейінгі новый жапырақтары өте көп. Негізін маған осы үлкен жапырақтарымен келді, бірақ та мына жапырақтарының барлығы осы маған келгеннен кейінгі шыққан күтімі. Каланхоя гүлі күнді жақсы сіңіріп тұрса, су себуді қажет етпейді, су себудің қажеті жоқ. Егер су септіңіз кеп, мынаны сүртуді ұмытып, оны жасай алмай жатсаңыздар болады. Айына бір-ақ рет су бүркіп, жапырақтарын бүркей отыра, бүйтіп қолыңызбен шаңнан тазартуға болады. Желательно ватный диск бар ғой, кәдімгі домалақ, мақта несі, дискісі, сонымен істеңіздер су себіп тұрып. Себебі қолдың да уыты болады. Қолмен істеген кезде гүл тітіркеніп ұнатпауы да мүмкін. Жалпы мен қолыммен істей беремін, көбінде капризный гүлдерге ватный дискпен істеймін. Енді алдағы уақытта сіздерге әлі де мен осы гүлдердің қалай ашқанын, жағдайын қалай сезініп тұрғанын, гүлдеп болғанын барлығын көрсетейін. Алдағы уақытта әлі сіздерге талай ақпарат берейін каланхояға. Мынау қатты осылай жабысып тұр, әдейі жабыстырып, мына төбе жағын көтермей, мойнын салып, мына топырақ суықтан қорғайды деп, сквозняктан қорғайды деп отырғыздым. Себебі қазір ауылдағы үйде басқа жерге қояйын десем, терезенің алдында ғана жарық түседі де, бұл жарық керек ететін гүл болғаннан кейін мен алысқа қоя алмай отырмын. Сондықтан екіншіден бұның енді минусы тағы да осындай сквозняк болса, осылай үлкен құмырамен көп топырақпен қорғасаңыздар болады. Енді сондай үлкен емес. Міне қараңыздар, 2,5-2,700 болатын құмырада отыр. Өзінің құмырасы, кішкентай құмырада келген, өзінің құмырасынан 2 есе үлкен құмыра. Осындай жағдайда ғана құмырасын үлкейтулеріңізге болады. Жалпы ақпарат мынаған болса, пікірге ойларыңызды қалдырып, сіздер қалай күтесіздер, ауыл жағдайында қалай күтесіздер, маған барлығын жаза өтіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, дереу жауап беремін. Сіздерге айтарым, тағы да каланхоя гүлінің қандай жағдайдағы күтімін сұрайсыздар. Оны да айта өтіңіздер. Жалпы келесі видеода кезіккенше қош сау саламатта болыңыздар.